Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 57-ші сабақ сандар жиыны құру және жіктеу. Бүгінгі сабақта сандар жиынын құруды, жіктеуді, жиынның элементтерін анықтауды және тиісті емес таңбаларды қолдануды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмада сандар құрылған сол жиындарды қарастыр дейді. Бірінші бізде К жиыны ол 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны, ал Е бір таңбалы сандар жиыны екен. Енді бізге мынандай элементтер берілген екен: 5, 3, 7 және 2, 0. Осы сандарды қолданып, элементтерді қолданып, біз бірінші 5-тен кем бір таңбалы сандар жиынын жазуымыз керек. Ол үшін бірінші К жиынына тиісті сандарды жазайық. Бізде К жиыны 5-тен кем бір таңбалы сандар. 5-тен кем бір таңбалы сандар ол 3 тиісті К-ға деп жазамыз. Және 5-тен кем ол бізде 2 тиісті К-ға деп жазамыз. Енді К-ға тиісті емес сандарды жазайық. Ол бізде 5 тиісті емес К-ға, 7 тиісті емес К-ға, ал 0 ол 5-тен кем бізде, ол К-ға тиісті К-ға дейміз. Енді Е бір таңбалы сандар жиыны. Бір таңбалы сандар жиыны 4 сан жаздайды. Екінші деп қояйық. Мына жерден 5 бір таңбалы сан, 5 тиісті Еге деп жазамыз. 3 тиісті Еге, 7 тиісті Еге және 2 тиісті Еге деп жазамыз. Бұл бізде бірінші тапсырма. Екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада С жиынының диаграммасына қара. С жиынына тиісті және тиісті емес сандарды ата, оларды жаз. Міне мынау бізде берілген С жиыны. Осы С жиынының ішінде жатқан элементтер С жиынына тиісті деп аталады, ал С жиынының сыртында жатқан элементтер С жиынына тиісті емес элементтер деп аталады. Сонымен қатар енді қарайық. С жиынына 400, 200, 600, 800 сандары тиісті екен. Оны мен бірінші жолда жазып қойдым. Енді тиісті емес сандар 8 тиісті емес С-ға, мынау 45 тиісті емес С-ға, 1000 саны тиісті емес С-ға және 90 саны тиісті емес С-ға деп жазамыз. Үшінші тапсырма: диаграммаларды салыстыр және не байқадың дейді. Міне М жиынына тиісті 4, 900, 40, 700 және 200. Ал К жиынына тиісті 1, 5, 47, 62, 25, 3. Бұл берілген сандар осы М жиынының элементтері деп аталады. Ал мынау 1, 5, 47, 62, 25, 3 деген ол К жиынының элементтері деп аталады. Енді бұларға ат қоятын болсақ, М жиыны жүздіктер мен ондық сандар деп ат қойсақ болады. Ал К жиынына бір таңбалы және 2 таңбалы сандар деп ат қойсақ болады екен. Екі жиын элементтерін жиындарға бөлетін болсақ, мына осы екі жиындағы элементтерді бөлетін болсақ, бірінші М жиыны ол жүздіктер жиыны деп бөлсек болады. Жүздіктер жиынына 900 бен 700 жатады. Одан кейін К жиыны деп айтатын болсақ, К жиынына 2 таңбалы сандарды теріп жазсақ болады. Демек, К жиынының элементтері 20, 2 таңбалы, 40, 25, 62, 47 жатады.
Соңғы бізде В жиыны деп алдық, оны бір таңбалы сандар деп алдым. Бір таңбалы сандарға бізде жатады 1, 5 және 3. Және оны былай жазып қойдым. В жиынының элементтері, В жиыны бізде бір таңбалы сандар, элементтері 1, 3, 5 деп осылай 3 топқа бөлдік. М, К, В деп 3 жиынға бөлдік, және оның элементтеріне қарай отырып бөлген едік. Ендігі бізде мына жерде МК жиындарына атау бердік, одан кейін осы екі жиынның элементтерін бөлдік. М жиыны, К жиыны, В жиыны деп. Төртінші тапсырма 13-тен кем екі таңбалы сандар жиыны. Міне Т деген жиын бар, оның элементтері 13-тен кем болу керек дейді. Ол бізде 12, 11, 10. Және ол екі таңбалы сандар болу керек. Келесі О 15-тен кем екі таңбалы сандар жиыны. Яғни 15-тен кіші екі таңбалы сандар жазамыз. Ол 14, 13, 12, 11, 10 болды. Бізге енді сұрап тұр, осы екі жиынға тиісті элементтерді жаз. Осы екі жиынға тиісті элемент екеуінде де бар, ол 12, 11, 10. Міне, ол Т жиынында да, О жиынында да бар. 12, 11, 10, яғни 12, 11, 10. Екі жиынға тиісті элементтерді жазып қойдық. Т жиынына тиісті элементтер 12, 11, 10 болады. Ал Т жиынында жоқ элементтер, яғни тиісті емес элементтер, ол 14 пен 13 болады. Бұлай жазып. Немесе бұлай жазсақ та болады. 14 тиісті емес Т жиынына, 13 тиісті емес Т жиынына деп жазамыз. 5-ші тапсырма. Жиын элементтерін ата дейді. Бірінші гүлдер жиыны. Гүлдер жиынына біз мысал келтіріп қойған қызғалдақ, раушан, немесе райхан, осылай жалғастыра берсек болады. Құстар жиынына қарлығаш, сауысқан, ары қарай қарға, тырна, осылай жалғастыра береміз. Өзендер жиынына есіл, ертіс, Шу өзені, осылай жалғастыра береміз. Таулар жиынына Алатау, Қаратау, Тағы Қазақстанда қандай тауларды білеміз? Солай жалғастырып кете береміз. Не только Қазақстан. Жалпы тауларды осылай жалғастырып кете берсек болады. Келесі 6-шы тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бізде міне 35 қосылған А тең 74 деген теңдеу берілген екен. Бұл теңдеуді ары қарай жалғастыру үшін А тең 74-тен 35-ті азайтамыз. А тең 15-тен 4 тасақ 9 болады. 14-тен 5 тасақ 9 болады. Жерде 7 еді. 6-ға 6-тан 3 жасақ 3, яғни 39 болады екен. Ары қарай осыдан 35-ке 39-ды қоссақ 74 шығады. Ендігі есеп X белгісізіміз ортада кездесетін болса, міндетті түрде азайтылуына орындалады. 87-тен 42-ні азайтамыз. X тең 7-ден 2-ні алам 5 болады, 8-ден 4 алам 4 болады. Орнына қоятын болсақ, 87-ден 45 алып көрейік. 7-ден 5 алам 2 болады, 8-ден 4 алам 4 болады. 42 шықты. Соңғы есеп D тең, мына жерде азайтылмалы болғандықтан теңдеудің келесі бетіне ол қосу болып өтеді. 72. D тең 8-ге қосам 10, 1 ойда болады. 1-ге 7 қосам 8, ойдағымен 9 болады. 90 болады екен, орнына қойып
90 азайтылған 72 тең 18 болады. Ендігі жетінші есеп. Жетінші есепте А және В жиындарын ата. Осы екі жиынға тиісті емес элементтерді жаз. Бірінші тиісті элементтерді жазып шығайық. 45 тиісті Аға, 80 тиісті А жиынына, 9 тиісті А жиынына, 1 тиісті А жиынына. Тиісті еместерін жазайық. В тиісті емес А жиынына, С тиісті емес А жиынына. 10, рем цифрында 10 деп жазылады, тиісті емес А жиынына, және 7 тиісті емес А жиынына. Енді В элементтеріне тиістілерін жазып шығайық. Мынаны бір деп қояйын. Келесі мына екінші. А элементі тиісті В жиынына, 1 тиісті В жиынына, В тиісті В жиынына, 7 рем цифрымен тиісті В жиынына, К тиісті В жиынына. Мынау қанша? 12, 12 тиісті В жиынына. Тиісті емес жиындарды жазып шығайық. 10 тиісті емес В жиынына, С тиісті емес В жиынына, В тиісті емес В жиынына, 7 тиісті емес В жиынына. И осылай жазып шығамыз. Ендігі бізде берілген сандардың арасынан қандай екі санды алып тастағанда қалған сандардың қосындысы 14-ке тең болады. Ал бұны ойланып шешіп көрейік. Номері 8-ші есеп. Номері 8-ші есеп. Жетіге 6-ны қоссақ 13 болады. Оған 1-ді қоссақ 14 болады. Біздің мақсатымыз екі санды алып тастау керек. Яғни сонда 9 пен бізде 5 қажет емес. Қалған сандарды қосып шығайық. 7 қосылған 6 қосылған 1 тең 14. Сонымен балдар, бүгінгі біздің сабағымыз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.